әрбір қазақтың өзіне тән салт дәстүрі, әдет-ғұрпы, халық ауыз әдебиеті, мәдениеті, тәрбиелік ұстанымдары бар. Міне осы асыл қазынамызды біздерге ұрпақтан ұрпаққа сан ғасырлар бойы аманат ретінде ұласып, ұлттық болмысымызды жоғалтпай, өзгелерден ерекшеленіп тұратын айна секілді. Бізде бұл құндылықтарымызды қастерлеп, келер ұрпаққа осы күйінде жеткізу міндетіміз. Айтыс – это состязание двух акынов, форма устной казахской народной песенной поэзии. Во время айтыса акыны садятся друг против друга. По итогам соревнования выбирается победитель. При этом оценивается как музыкальность и ритмичность, так и сообразительность акынов. Қазақ халқында 200-ден жуық салт дәстүр бар. Соның ішіндегі ең кереметі, орны ерекшесі айтыс. Айтыс қазақ халқының ертеден қалыптасқан жыр жинағы. Айтысқа суырып салма ақындар мен көркем сөз шеберлері қатысады. У казахского народа немало искусств. Один из них – айтыс, поэтический жанр. Сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы могли представить себе, что такое айтыс в наглядном примере. Внимание на экран. Это финал сатирического айтыса Жандарбека Булгакова и Айнур Тұрсынбаевны. Ассалаумағалейкум ағайындар, сәлемді атам қазақ сүннеттейді. Аналар мерекесі құтты болсын, осы кеш сон айтуды міндеттейді. Алла қолдап Жандарбек, аузыңда жақсы жыр тұрсын. Қазаққа айтар тілегім, көтерілмесін аналар, көгімде бейбіт күн тұрсын. Көбейтемін деп қазақты, аналар алға ұмтылсын. Келіндеріңіз жерік боп, жыл сайын батыр ұл тусын. Мемлекетіміз бай болып, 4 құбыласы сай болып, 5 баласы бар жандарға пәтер беретін күн тусын. Ребята, давайте вспомним, что такое айтыс. Айтыс – это состязание двух акынов. Айтыс әдемі жанр. Ол тұрмыс салт журналынан бастау алып, келе-келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыс – это искусство. Акын – это не просто поэт, поющий по добру. Стихи двух поэтов рассказывают о ситуации жизни того времени на конкурсе, который проводился перед коллективом. Айтыс развивает темы музыкальные и поэтические. У казахов очень много песенных форм, но самая яркая и увлекательная – это форма айтыса. У акына должен быть приятный голос, он должен вести себя культурно перед всей публикой. Айтыста ақындар әнмен өз ойын жеткізеді. Айтыс лирикалық, эпикалық, драмалық, сипаттары мол өнер. Акын должен на ходу сочинять песни и играть на домбре. Айтысқа суырып салма ақындар мен көркем сөз шеберлері қатысады. Жанр айтыс – одно из самых богатых наследий казахского искусства. Поэтому данные сведения об айтысах и айтысках не остались незамеченными исследованиями. Айтыс театрланған көрініс. Иә, балдар, дұрыс айтасыңдар, иә? Ойларың бәрі дұрыс. Айтыс деген расымен де театрланған көрініс. Ол үлкен театр. Там акыны не только сходу сочиняют стихи, но еще должны красиво, под красивую мелодию петь. Акын – это душа простого народа. Вот поэтому народ очень любит и уважает своих акынов. Кто еще, ребята, дополнит знания про айтыс? Қазақтың ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан айтыс жанрының туу негіздері мен өзіне тән ерекшеліктері, даму тарихы бар. Атадан бала қусаңшы, ата жолын қусаңшы деп, халық атадан балаға мұра болып келе жатқан жақсы қасиеттерімізді келесі ұрпақтың бойына сіңіріп, ізгілікке үйреніп келе жатқан ұрпаққа жеткізу қасиетті борышымыз. Большое за интересный классный час. Мы с большим удовольствием, взрослые наши учителя, я библиотекарь,